Қалайсыздар достарым, домалақ бастарым. Қайырлы күн баршаңызға. Рамазан айының 7-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін кім қандай тамақ жасап жатыр? Мен қайнатпа сорпа жасайын дедім. Етпеттен, картоп, морков, пияз, мияз тағы да басқа сондай шөп-шалаңдарды араластырып қосып жасаймын. Так, ет бар ма десейші үйде. Ет дегенде бет бар ма? Сандықты ақтарып көрейін. Ақ сандығым ашылды, ішінен шашу шашылды деп тұрғанда, маңдайыма бір сүйек сақ ете қалмасын. Бірінші кешкі асымызға керек заттардың барлығын дайындап алайық. Етіміздің пачақ-пачағын шығарамыз. Сосын мына 3 подружканың қабығын ашимыз. Етіміз піскенше сендер бассейнде шомыла тұрыңдар деп үшеуіне бассейнге су толтырып бердім. Біз қазаным піс деп қайнатпа сорпамызды бастаймыз. Ыдысымызға су құйып сүйегімізді саламыз. Пачақ-пачағын шығарған етті іздеп жатсыздар ма, оны ертеңгі тамаққа қосамын. Кезек картоп, сәбіз, пиязға да келді. Бой 5 правил деген бар емес пе, сол сияқты қалай болса солай бұлардың да пачақ-пачағын шығарып аямай турап тастадым. Ендігі кезек мына жалбыршаш ханшайымдарға келді. Шаштарын жақсылап жуып аламыз. Одан кейін дайсонымызды қосып шаштарын асықпай кептіріп аламыз. Енді жақсылап турап тамағымызға, салатымызға ерекше дәм берсін деп қоса берсек болады. Ары қарай тамағымызды реті-ретімен дайындай береміз. Айтқандай құрметті де қадірлі оқырмандарым, өтірік болса да мені қолдап комментарий жазып отырыңыздар.